Қасенов Қалибек Ұлы Отан соғысының ардагері. 1915 жылы Алматы облысы Балқаш ауданында дүниеге келген. Мектепті бітіргеннен кейін отбасы жағдайына байланысты оқуға түсе алмай, совхозда жұмыс жасайды. 1941 жылы Балқаш ауданының военкоматымен әскерге шақырылады. Гвардия жауынгері Қасенов Қалибек атамыз 1942-1944 жылдар аралығында Сталинград, Воронеж, 2-ші Украина және 3-ші Беларусь майдандарында болған. 1944 жылдың тамыз айында Беларусь майданында 19-ші әскери барлау взводының брондалған БА-64 машинасының жүргізушісі болып, соққыға түскен алдыңғы шектегі жауынгерлерге әскери бұйрықты орындау мақсатында бірнеше рет соққыға жығылғанына қарамастан жауынгерлік жабдықтарды жеткізген. Осы жауынгерлік ерлігі үшін 1944 жылы Қызыл жұлдыз медалімен марапатталған. Ұлы Отан соғысының жеңісінен кейін 1945 жылы үйіне оралып, аудан орталығындағы ауруханада жүргізуші болып жұмыс жасады. Отан үшін от кешіп кеудесін оққа тосқан атамыздың ерлігін ешқашанда ұмытпаймыз. Біз атамызды мақтан етеміз. Осы орайда қазақстандықтарды, мектеп ұстаздарын жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, ашық аспан тілеймін. Жеңіс деген жақсылықтың сыңары, жігер менен құштарлықтың құралы. Күрестердің арманы мен ұраны, қуаныш пен мерекенің бұлағы.